Иса алейхиссаламның түсуі, білесіздер. Иса алейхиссалам Мариям анамыздың ұлы, әкесіз Құдай тағала рухпенен үрледік деген. Сол Иса алейхиссалам көкте Алланың құзырына кеткен, сол көктен түседі. Қияметтің бір үлкен белгілерінің бірі. Көктен түскен кезде жерден не шығады? Мәхди. Мына қазақта мәди деген сөз содан шығып кеткен Мәхди. Мәхди деген туралыққа бастаушы. Әкесінің аты Абдулла, өзінің аты Мұхаммед болады. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тікелей ұрпағынан Иса көктен түскен кезде кресті сындырады, доңыздарды қирады, доңыздарды өлтіреді. Сөйтіп ол христиан дінінің батыл өтірік екендігіне көздерін жеткізеді. Жер бетіне сондай бейбітшілік тарайды, 40 жыл деп айтады, 7 жыл деп айтады. Сондай бейбітшілік тараған кезде әркім бір сәжденің, құлшылықтың дәмін сезінеді. Сол кезде дейді, ат басындай алтынды біреуге садақаға берген кезде оны ешкім қабыл алмайды дейді. Адам зат баласы қой үстіне боз торқалай жұмыртқалаған заман дейді ғой. Сол заман, сол Иса алейхиссаламның түскен кезінде болады. Бірақ Иса алейхиссалам не қылады? Ол пайғамбар болып түспейді. Пайғамбар болып түспейді. Иса алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмметі болып түседі. Оған дәлел Иса алейхиссалам намазға шығатын кезде Мәхдиді имамдыққа шығарады. Өйткені Мәхди пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тікелей ұрпағы, және оның пайғамбар емес екендігіне осы нәрсе дәлел болады. Бәлки пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметі болып келеді Иса алейхиссалам. Ертең қияметке жақын, қараңыздар. Ал енді мына христиандардың табынып жүргені ол Иса емес, шайтанның кейпі. Түсініңіздер ғой? Енді олардың адасуы жаңағы Мариям анамыз әкесіз босанды, оның әкесі демек Құдай, Құдайдың баласы да Құдай бола алады деді. Иса алейхиссалам Құдайға санап кетті. Қараңыз. Өз бір нәрсе бар. Құдай адастырған адамды ешкім тура жолға сала алмайды. Құдай тура жолға салған адамды ешкім адастыра алмайды.